Сәлем достар, біз дәл қазір Түркияның Алания қаласындамыз. Осы үйде Қыдырәлі мен Қарақат тұрады. Бүгін Қыдырәлінің туған күні, Қыдырәлі мырзаның. Ендеше біз де Қыдырәлі мырзаны туған күнімен құттықтап келіп қалдық. Кеттік, бірге тойлайық. Мына жерден қазақтың әні естіліп жатыр. Шәмші ағамыздың әні. Қазақтар тойды бастап кеткен сияқты. Көрейік бірге. Белгілі продюсер, әнші Қыдырәлі Болманов Түркияның Алания қаласында өзінің туған күнін атап өтті. Сүйікті жары Қарақат баладай пәк көңілмен даладай дастархан жайып, құрметті қонақтарын қарсы алды. Өздері тұратын тұрғын үй кешенінің астыңғы қабатында орналасқан қонақ күтетін залға ұзын ырғасы 30 шақты адам жиналды. Қыдырәлі мырзаның туған күнмен қатар кішкентай қызы Аяланың да жеке мерекесі атап өтілді. Аяла мамырдың 15 күні 4 жасқа толды. Жиналған халық алдымен бір-бірімен жақын танысты. Жүректен шыққан жылы лебіздерін білдіріп, қазақ эстрадасында өзіндік орны бар жұпқа құтты болсын айтты. Қыдырәлі мырзаның туған күні қызып жатыр. Енді дәл қазір менің жанымда Нұраш ханым. Биден сүйреп алып шықтым. Көңіл күйіңіз қалай? Рахмет жаным, рахмет. Мен өте қуаныштымын. Қыдырәлінің Қарақаттың шарығына келіп, бас қосып, ойнап, күй айтып отырмыз. Отырысымыз өте керемет. Аланияға көшіп келгеніңізге қанша уақыт болды? Аланияға келгеніме 8 ай болды уже, 8 ай. Туған күнді жақсы тойлаңыздар ендеше. Көп рахмет жаным, көп рахмет. Айгүл ханым осы Аланиядағы бүкіл қазақтардың басын қосып, қазақ мәдениет және білім орталығын ашқан кісі. Бүгін енді сондай бір керемет туған күн болып жатыр. Қыдырәлі мырзаға деген өзіңіздің әппақ жыл лебізіңізді білдіре кетсеңіз. Иә, Қыдырәлі мырза осы Аланияны таңдап келіп, біздің диаспораны тауып алып, қазағым қайда деп келіп, көк туымызды сүйіп, құрметтеп, бізді төбеңіздеп тұтқаныңызға өте қуаныштымыз. Наурызда келіп, дүркіретіп, бізге той жасап бергеніңізге де өте қуаныштымыз. Туған күніңіз құтты болсын, жасыңызға жас қосыла берсін, бақытты болыңыз. Қарақат бұл туған күннен аянып қалған жоқ. Дастарханға түрлі тағамдар мен өте дәмді тәттілерді қойып, көпшіліктің ыстығы ықыласына бөленді. Туған күнде Қарақат Қыдырәліге не сыйлады? Бұл сұраққа Қарақаттың өзі былай деп жауап берді. Жалпы 4 жыл болды, сыйлықтан да біраз босап қалдым, себебі Аяладай керемет 4 жылдан кейін маңдайы жарқыраған, өзінен аумайтын қызды сыйладым да, сонымен енді мен сыйлық сыйламайтын болдым деп ойлаймын. Сондай жақсы болды маған. Сыйға сый, sıраға бал демекші, келген қонақтар да өздерінің сый сияпаттарын табыс етті. Мен үзіліс уақытын пайдаланып, туған күн иесінен кішігірім сұхбат алып үлгерген едім. Бірге көрейік. Қыдырәлі мырза, туған күніңіз құтты болсын. Рахмет, Алла разы болсын. Енді мінекей бүкіл қазақтардың басын қосып, осында бір үлкен игі шараны өткізіп жатырсыздар. Жалпы осы қазақтармен аралас құраластықтарыңыз қай уақыттан басталды? Келісімін деп айтуға болады, өйткені біздер танығандар бірден араласып кеттік, өзі бір адам бір есептей алмайтын нәрсе ғой негізі. Араласып кеттік, содан көбейіп кеттік. Енді міне біздің осы жерге көптеген қазақтар көшіп келіп көрші болып жатыр. Көршінің өзі қашаннан бағалы дүние ғой. Қоныс алма, көрші ал дейді мысалға. Сондықтан көршілеріміз де керемет адамдар болып кездесіп, содан таныс қазақтарымызды, таныстарымызды, текте жанашырларымыздың бәрін ең аз деп жинағанымыз бұл. Иә. Әйтпесе Аллаға шүкір, ат шаптырып той жасайтындай бұл жақта тілектес адамдарымыз бар. Елді сағындыңыздар ма? Әрине. Отанның орны ол бөлек, ол жүрегінде орналасқан, өмір ешқайда кетпейтін, жүрегінде жүретін қасиетіне, ол сенің туған жерің, ол отаның. Сондықтан біздерге жаңа көшіп кеттіңдер ме, биттіңдер ме, сөйттіңдер ме деген әңгіме көп шығып жатады негізі. Біз ешқайда көшкен жоқпыз. Біз осы Алланың қалауымен осында келіп қалдық. Енді жаз болғаннан кейін балалар кішкене теңізге сүйіктеп,
Жалпы жақында өзіміз елге жүрмекпіз, Алла қаласа. Бүгін ерекше күн. 17-сіне дейін локдаун деп біраз үй қамақта отырдық, тәртіпке бағындық. Енді бүгін 19-ы локдаун болғаннан кейін осылай жақын деген достардың басын қосып, өздерің бар, бір қазақша шай ішейік, бір-бірімізбен ақжарқын әңгіме айтып, бір арқаны кеңге салып, бір отырайықшы, қазақша отырыс болсыншы деген ниетпен бүгін жиналып жатырмыз. Барша достарым алғысымды білдіремін. Барлығы тойды сағынып қалған, оны көрмейсіз бе, жаңағыдай осы билеп өте көңілді, мынандай атмосфера, мынандай энергетиканы көрмегелі көп болып еді деп, әр қазақ, әрбір адамзат қазір осындай бір адамзаттың көңіліне осы бір әдемі, көтеріңкі көңіл күй, энергетика жетіспей жүргені ол анық. Қай қала, қай елде болмайық. Сондықтан да Алла осы ниетімізді тарылтпай, мына індеттен аман есен тезірек құтылып, байырғы, керемет, ашық, емен, жарқын жүрген күндеріміз, тойлатып жүрген күндеріміз тезірек келсе екен деген тілек айтқым келеді. Сол тойдың бір нышанын сезініп, қуаныштан бір күшті болып тұрмын, балбырап шын айтқанда. Жалпы көптеген ой түйесің кейде жырақта жүргенде. Оның да бір пайдасы бар, әр нәрсенің бір қайыры бар дегендей. Көп нәрсені ойланасың, кейбір ойларыңды өзгертесің деген кәдімгідей обновление жүреді екен де кәдімгідей. Сондықтан елімізге жақында баратын болып, қазір сол чемоданымызды жинастырып деген сияқты. Алла қаласа. Балаларды осы жаққа біраз қалдыра тұрамыз, енді сабақтар онлайн аяқталды. Енді өзіміз сол елге баруымыз керек болып тұрмыз, себебі сағындық, үлкен ұлымыз сол жақта, үй, жай, мал, қора, жан, барлығы сол елде ғой. Оның үсте мектептеріміз бар, білесіздер. Оларда әбден оқушылар, ата-аналар бізді көруге асық. Қарағанды, Орал, Ақтау қалаларындағы мектебіміздің әлі ресми ашылу салтанатын жасаған жоқпыз. Соны жасап, ашып, қауышып қайтайық оқушылармен, елімізді, жерімізді бір, достарымызды бір бетінен сүйіп, амандасып бір барып қайтайық. Содан кейін балаларымызды алып кетуге тағы бір қайтып келеміз осы жаққа. Рахмет көп. Тағы да рахмет. Алла разы болсын. Мың алғыс. Әдемі кеш әсем әнмен әрленді. Келген қонақтар да әнмен шашу шашты. Ойындар ойналды, би биленді. Әншілердің тойы әсем әнсіз өткен бе? Кеш соңында Қыдырәлі мен Қарақат жиналған жұртшылыққа өз өнерлерін паш етті. It's